Бәріне сәлем достар, Казмастер байланыста. Бүгін біз чипсы жасайтын боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Достар, ең алдымен картошканы ашып, жуып, чипсыйдың формасымен кесіп, қағазға немесе орамалға қойып, кептіретін боламыз. Ендігі кезекте достар, микроволновканың тарелкасын алып, пергамент қағазды соның формасымен домалатып тұрып кесіп аламыз. Дайын болған картошкаларды тарелканың үстіне дізіп қоямыз. Чипсымыз дәмді болу үшін оған тұз, приправа, паприка немесе бұрыш секілді дәмдеуіштерді қосамыз. Енді микроволновкаға салып 5-6 минутқа қосамыз. Достар, чипсымыз дайын болды, өте дәмді және қытырлақ болып шығыпты. Міндетті түрде еңбегімді бағалап, тегін лайкымды басып, арнаға тіркеліп кет. Демалыс күндері кешке таман осы чипсыйды дайындап, өз киноларында көрсеңдер, өте керемет болады. Ал ас болсын, мен Казмастер, сау болыңдар. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді.